Сәлеметсіздер балалар. Балалар, қазір бізде кеңес әрекетімізде көркем әдебиеті. Балалар, қар қай жылы жауады? Қай мезгілде жауады қар? Қыста жауады, иә? Қар деген түсі қандай болады екен? Аппақ. Қарды ұстағанда не болады? Толмады, иә? Қарды балалар қалай жүреміз? Қарды жүрген кезде қандай дауыс естіледі? Сықыр естеді, иә балалар? Қараңыз. Бізге біреу келе жатқан сияқты. Қараймыз. Мен жаңа жыл мерекесіне ұзақ дайындалдым. Көп ойыншықтарым мен сыйлықтарымды жолда шашып алдым. Мені жаңа жыл мерекесінде Аяз ата, Ақшақар және басқа кейіпкерлер күтіп отыр. Жаңа жылда көп ғажайыптар болады. Санамды ойыншықтар мен сыйлықтарға толтыруға көмектесесіңдер ме? Менің тапсырмаларымды орындап беріңдер. Ой балалар. Бізге кім келді қонаққа? Кім келді? Аққала, иә? Бала, Аққала бізге тапсырма беріп кетіпті. Қараңдаршы, тапсырманы орындауға көмектесесіңдер ме? Ал енді қараймыз. Бірінші қараңдар балам. Аққала келе жатыр, мына шанамен ойыншықтарды неге шашып алыпты. Ал бұл жерде бұлар бәрінде тапсырма бар екен. Ал бір тапсырманы алып көрейікші, бірінші тапсырманы. Неге? Қорап жатыр. Тапсырма бар екен балар. Бұл тапсырмада балар. Жұмбақ екен. Жұмбақтың қазір шешуін табасыңдар. Қыста ғана болады, ұстасаң, қолың тоңады. Ол не екен? Қолың тоңады ұстағанда. Қыста ғана болып ол не екен бұлар? Саған айттық қой. Қар, е? Ал енді екінші тапсырманы көрейік. Суда мұз бар, жерде қар бар екен. Боран болып соғады. Ол қай кезде болады? Қай кезде болады? Қар қай мезгілде жауады? Қыста ма? Күзде ма? Қыста жауады. Өте жақсы. Керемет жарайсыңдар балалар. Бірінші тапсырманы өте жақсы орындаңдар. Бұны қалар. Бірінші тапсырмамызды қайда қоямыз? Аққаланың қапшығынан шабамыз. Өте жарайсыңдар. Енді екінші тапсырманы орындаңдар. Екінші тапсырмадан сыйлық бар екен. Қанша аққалдар? Жарасты кәнеке. Жарастырамыз. Екінші тапсырма. Кәнекесін табылып келеміз. Ал бәріміз қараймыз. Бұл тапсырманы. Ал енді бұл жерде балалар көлеңкесін табыңдар дейді. Ненің көлеңкесі бұл жерде балалар? Сатыр. Жоқ. Кім айтады? Мен. Қолғап өте жақсы. Кәнекей дұрыс іспеген табамыз. Қолғап екен? Өте жақсы жарайсың. Ал қолғап не үшін керек бізге балалар? Қолымыз тоңбау үшін қолғап киеді екенбіз, иә? Жарайсыңдар. Ал келесі тапсырманы қараңдаршы. Ненің көлеңкесі? Бас киім. Бас киім кәнекей көреміз. Дұрыс па екен? Дұрыс. Аға бұқандаршы, бас киімнің түсі қандай екен? Қызыл, жасыл, ақ. Өте жақсы, керемет. Ал бас киім не үшін келіпсіздер балалар? Тоңбау үшін бас киім киеді екенсіз. Өте жақсы, керемет. Ал келесі кәне тапсырма. Кәне көрейікші кәнекей Аяз ата екен. Өте жақсы, дұрыс, иә? Аяз ата ертең бізге мереке келеді. Ал біздер оған дейін балалар тақпақ жатып, ән жаттап, мерекеге қатысамыз. Өте жақсы, керемет. Келесі тапсырманы қараңдаршы. Не мерекесі? Аяқ киім. Өте жақсы. Еттің қандай екен? Көк. Көк түс екен. Еттің не үшін киеміз? Етікпен нені басамыз? Қарды басамыз, иә? Сықыр ет. Жарайды. Келесі тапсырманы. Ал бұл енді көлеңкесі екен.
Ке тапсырманы екен. Дұрыс па екен? Ненің көлеңкесі екен? Аққала өте жақсы. Балалар, аққала неде жасайды? Жасайды, өте жақсы, керемет. Басында не бар екен? Бас келгісі қандай екен? Ал мұрны неде жасайды? Келесі тапсырма. Ненің көлеңкесі екен? Шыршы. Дұрыс па екен? Бұл шыршаны ертең жаңағы мерекесіне біздер шыршаға барамыз, иә? Жарайсыңдар, керемет. Бұл екінші тапсырмамызды өте жақсы орындаңдар. Енді бала қалтамызға саламыз. Енді бала нешінші тапсырманы орындаймыз? Нешінші тапсырманы орындаймыз? Үшінші тапсырманы орындап көрейікші кәнекей. Бұл тапсырмада бала тақпақты кім біледі екен? Аққала, қыс туралы тақпақты кім біледі? Айда ғой, бөліп тұрып айда қойшы кәнекей. Аз айтасың. Керемет, өте жақсы. Үшінші тапсырманы бөлім жақсы орындады. Жарайсыңдар, керемет. Жақсы. Бұны қайда қоямыз? Қайда саламыз? Қалтаға саламыз, иә? Бұл аққаланың қалтасын салып көрейікші. Жарайсыңдар, керемет. Енді балам, кәнекей, ақындап тұрайықшы, кәнекей, серіп алайықшы, денелеріміз, иә? Кәнекей, бәрі серіп сәтіне кілемшеге шығамыз. Тұрамыз орнымызда. Серіп сәтіне тұрамыз, жүреміз. Балалар, қазір біздер қабырғаларын жинаймыз. Кәнекей, жарты балаларға кішкене қатысамыз. Екінші, кәнекей, біреуді аламыз олар, екінші аламыз. Біреуді аламыз, мынаған саламыз. Жарайсыңдар. Және қаш. Біреуді аламыз олар. Біреуді аламыз, жақсы. Жарайсыңдар. Ой, бала, және. Жарайсыңдар бала, әкет. Ой, керемет. Кәнекей, бәрі жинадың ба? Қара ұлттардың. Жарайсыңдар. Керемет жүріп қойсын. Өте жақсы. Кәнекей, ал, енді кәнекей, бәріміз орнымызға отырайықшы. Кәнекей, танысамыз, орнымызға жүре қойып. Жарасың, орнымызға отырайық. Ал, балалар, енді нешінші тапсырманы орындаймыз? Қараңдаршы. Нешінші тапсырма қалыпты? Төртінші, иә? Төртінші тапсырманы орындаймыз. Ол жерде балалар, аққаланы құрастыру керек екен. Ойыншықтардан алдарында бәрі баланың аққаланың суреті бар, және ойыншықтардың суреттері бар. Ал сендер осы қазір құрастырып бәрін маған көрсетесіңдер. Ал маған қазір Айша келеді. Айша келе ғой. Қазір, иә? Енді аққаланың суреті қазір Айша құрастырып береді. Ал балалар, сендер алдарында тапсырманы орындайсыңдар. Аламыз аққаланы. Қане құрастырамыз.
ғой соны. Енді қайсы бөлігі? Сендер алдағы тапсырманы орындайсыңдар. Жақсы. Сырымды шақырамыз кәттек. Сырым тапсырманы орындап көрсінші. Ал сендер кәдік бәрін орындардан тапсырмаларында. Емел жарайсыңдар. Келе басырым. Аққаланың іші қайда? Ішін тауып алшы кәдік ішін. Ішін тауып аламыз. Асықпай, жарайсың, тапсырманы орындайды. Тапсырманы орындайды. Енді бұл. Не сендерге қазір? Қараңдаршы, мынау не екен? Қар ғой? Қар екен, иә? Қар деген мұз болады, иә? Мұз болып жатыр екен. Түсі қандай деді? Қараймыз, мен сендерге қазір қызықты стақанға саламын, иә? Қараймыз, стақанға саламыз. Балар, қардың түсі қандай деді? Түсі не? Ал енді көреміз. Қарды қараңдаршы, қандай түске боялады екен? Қарымыз, қараймыз. Түске боялады екен? Қараңдаршы. Қандай түске боялды қарымыз? Көк түс болды, е? Жарайсыңдар. Келесі қарымыз. Ақ қарымызға қандай түсті қосты? Сары. Қарымыз қандай түс боялды? Сары түсті болды, е? Қарымызға деген бояулар, түрлі түсті бояуларды жақсы. Қарымыз бояу болады екен, сары түс болады екен, қызыл, көк. Жақсы ма? Абайлап, оны ұстаған кезде немен киеміз қолымызға? Не киеміз қолымызға? Қолға киіп ойнаймыз, е? Аққала жасаймыз. Жарай, көрмек балам екен. Қарымыз сары түс болды. Ал мына қарымыз қандай түске айналды? Көк түске. Ал түсіміз қандай екен? Көреміз қазір. Ал қане үшінші стақанымыз қандай? Жарайсыңдар. Емек көрмек бояу жақсы. Жарайсыңдар керемет. Ал енді қараңдаршы, соңғы тапсырма қалыпты. Міне, соңғы тапсырмамыз біздер не істейді екенбіз? Сурет салады екенбіз. Қараңдаршы, алдарында сендер қағаз, иә? Қағаз мен сендерге көрсетемін.
жерде болады. Сиқырлы сурет шығады екен. Қараңыз, сиқырлы сурет шығады. Қараш бала, мынау ақ парақта сиқырлы екен, сурет бар екен. Бала, мына жерде тарақта бояу бар. Қандай бояу екен түсі? Көк. Екен. Бала, бояуды үстімізге жақпаймыз. Мына аузымызға салмаймыз, жарайды ма? Ақырындап мінекей. Қараңызшы, қандай сурет шығады екен бізде? Көк. Менің сурет шықты балар? Қар ұлпаның сурет шықты, иә? Қараңдаршы, бізге не істеп жатыр? Қар жауып жатыр екен. Қар ұлпалардың суреті шықты. Енді алдарына қараңдаршы, барлықтарына алдарында бояу бар. Осы бояуды бастаймыз жұмысымызды. Бастаймыз. Ақырында үстіне қойғандар жақындаймыз. Мұстафаның қараңдаршы, қандай керемет қар жауып жатыр. Қандай әдемі болды, иә? Қар жауып жатыр. Қолын сөйтеміз, да? Сөкішке. Қолын сөйтеміз. Қандай әдемі болды. Қандай керемет. Бесінші тапсырманы орындап бар, иә? Жарайсыздар. Енді бұны қайда саламыз? Ақ қаланың қапшығына саламыз. Енді қазір ақ қала келіп бізде қалтаны алып кетеді. Қараңдаршы балар, тапсырманы орындап, ішіне салып жинап бердім, иә? Ақ қаланы шақырайықшы, ақ қаланы. Кәне айтты, ақ қаланы шақырамыз. Кәне ақ қала. Ой балалар, сендер қандай керемет ақылды екенсіңдер. Маған көмектескендерге көп рахмет. Сендердің арқаларында менің шанам қайтадан ойыншықтар мен сыйлықтарға толды. Енді мен жаңа жыл мерекесіне қуанып кете аламын. Сендерге үлкен алғыс айтамын алтындар. Жаңа жыл мерекесінде кездескенше сау болыңдар, менің мейірімді достарым. Сау бол деп айтамыз ақ қалаға. Алып кетті. Бала бүгін бізде ұйымдасқан іс-әрекетімізде көркем әдебиет, иә? Бала бізге кім келді қонаққа? Кім келді бағана? Кім көмек сұрап бізге? Ақ қала өте жақсы.
bizlerge tapsırma berdi ya. Bizler ne жасап bugün? Ne kurastırdık bizler? Akqalar kurastırdık және suret saldık. Suretте ne çıktı bizde? Suretте ne çıktı? Қа çıktı. Керемет. Ал балалар бүгін сендермен тапсырманы өте жақсы орындады деп ақылды сендерге мінекей мынандай мақтау қағаз беріп кетті. Мен қазір осы барлықтарына осы мақтау қағазын беріп тапсырамын. Сіздерге рахмет айтып кетті. Біздің ұйымдасқан іс-әрекетіміз көркем әдебиет соңына жетті. Кәнекей, бәріміз ақырындап орнымыздан тұрамыз. Саппен кәнекей. Шығамыз. Жарайсыңдар.